Айтпады ма, сұрама, шақырмады ма, барма, кеш шақырды ма, бас тарт, өйткені сен ол адамның жоспарында болған емессің. Қадіріңді біл. Береді екен деп ала берме, жақсы көреді екен деп бара берме, қадіріңді біл. Қиын уақытта сізден жауларыңыз емес, дәл сіз көмек күткен адамдар сізден бас тартады. Таза сұңқар жем жесе, қанатын қанға тигізбейді. Қайраты бар азамат қайғысын елге білгізбейді. Қазіргі заман сипаты кітап көп, ұғары жоқ. Тағам көп, құнары жоқ. Ақша көп, береке жоқ. Той көп, көңілде мереке жоқ. Әйел көп, ақжаулық жоқ. Дәрі көп, денсаулық жоқ. Үйде көп, тұрағы жоқ. Нала көп, құлақ жоқ. Түнеген үйдің түтінін сыйла, кеңескен көптің бітімін сыйла. Бітпеген тіршілік, зымыраған уақыт, біреуде қайғы, біреуде қуаныш, бәрінде махаббат, бірінде жалғыздық, бір кем дүние. Өмірде қайтып келмеген үш нәрсе бар: уақыт, сөз және мүмкіндік. Сондықтан уақытыңды босқа кетірме, сөзіңді байқап сөйле, және мүмкіншілікті қолдан шығарма. Адамды ақшаның аздығы кедей қылмайды, ақылының аздығы кедей қылады. Өлім, сен қандай ұлы ақиқатсың, сені ойлап селт етемде түзелем. Ешкім сенің сипамайды басыңнан, құлай қалсаң аттап өтер қасыңнан. Бірін-бірі алмайды заманда, еш уақытта үміт күтпе досыңнан. Жақсы болған баланың атасы жаман болса да, төрде тұрып сый табар. Жаман болған баланың атасы жақсы болса да, түйе үстінен ит қабар. Бүгін қалауың жоқ, ертең көңіл күй жоқ. Ертесіне тағы бірдеңе жетпей тұрады. Бірақ сондай бір мезгіл келеді, сенде бәрі болса да, уақыт болмай қалады. Өмір мәңгі емес, уақыт қадірлі. Қолы ашық пайғамбардай жігіттер бар. Астында міне тұғын өсегі жоқ. Есекке тартып туған жігіттер бар. Малының санай қалсаң есебі жоқ. Мінген атың жаман болса, дәрменің кетеді. Әйелің жаман болса, мейманың кетеді. Өзің жаман болсаң, иманың кетеді. Ұлың жаман болса, жиғаның кетеді. Тіршілік ғұмыр белгісі, алыс тартыс арбау әдіс. Біз жай ғана ата-ана дей салдық, жастықпенен өмірлерін жей алды. Балаларым деп жасап жүрген өмірде, анамызға немене алып бере алдық. Алып берген киімдерін біз кидік, ал ол жай ғана бар екенін білдік. Бар өмірін балаларына арнаған әкемізге немене қылып бердік біз. Пайдаң тимей қалды ма, есіктер саған жабылды. Пайдаң ғана тиерде, есігің тынбай қағылды. Бала кезде денсаулық бар, уақыт бар, ақша жоқ. Жастық кезде денсаулық бар, ақша бар, уақыт жоқ. Қартайған шақта уақыт бар, ақша бар, денсаулық жоқ, бір кем дүние. Біз бұл дүниеден шаршаған адамдармыз. Ұйықтасақ, түстер алдайды, оянсақ, адамдар алдайды. Кетуді де білу керек екен, қайта-қайта қадірсіз болғаннан гөрі. Сабырлығымды қорықты деп, жәрдемімді алданды деп, үндемегенімді білмейді деп түсініп қалма. Аш қарын бос қалта адамдарға көп нәрсені үйретеді. Талай адам сізбенен біз секілді, жоқ болып кетті еріген мұз секілді. Бұл дүниенің қызығы алдамшы екен, түрі қантқа ұқсайтын тұз секілді. Бәрі шындықты білгісі, естігісі келеді, бірақ басқалар жөнінде ғана. Ойланып жатып таң атады, ой адамды шаршатады. Ойланып жүріп күн өтеді, ой адамды жүдетеді. Ешкімге еш нәрсе дәлелдеме. Ел саған жауап бере ме ақыретте. Ежелден айтып келген айта береді. Елек жоқ, ел аузына білгің келсе.
Мен дағы білем қашан қайсы жерде маған қолайлы екенін. Бірақ әрқашан абырой, ар намыс мен үшін бірінші орында. Жалғаны көп өмірде, сен шынайы адам бол. Заманың түлкі болса түлкі, бөрі болса бөрі бола берсін. Сен адам болып қал. Аптада 7 күн бар. Бір күні дүниеге келесің, бір күні дүниеден өтесің. Сонда 5 күн қалады. 5 күндік дүние осыдан қалған екен. Өмірге келеді адам қонақ болып, жазылады әрбір ісің сынақ болып. Егер де байып жатсаң бір күні сен, елестетпе бұл өмірді жұмақ қылып. Ақылдыдан ақымақ, ұяттыдан ұятсыз көбейді. Намыстыдан намыссыз, шыншылдан жалғаншы көбейді. Имандыдан имансыз, жақсыдан жамандар, ұлдыдан құрметсіздер көбейді. Өз өмірің, өз ойың, өз басың бар. Ешкімде өміріңе араласуға, сынауға және басқаруға жол берме. Өз өміріңді, дәл қазіргі жағдайыңды сенен артық ешкім білмейді. Біреудің көзінен қорқып, біреудің сөзінен қорқып, біреудің өзінен қорқып өмір сүргенің неткенің. Жүрегіңді ешкімге алтыным, мейірімді Раббыңды ойла одан да. Аллах саған жеткілікті қамқоршы, патша болған 18 мың ғаламда. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.